Сәлем достар, бүгін сіздерге ауызашардың 18-ші мәзірін ұсынамын. Ыстық тағамға духовкада пісетін картоп және де тауық етімен өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де хит болып жүрген түрік тәттісі паклава. Жасалу жолының ең оңай жолын көрсетемін, сондықтан мұқият қарап көріңіздер. Және салатымызға үйдегі бар заттан жасалатын оңай салат. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Алдымен паклавамызды жасауға кірісейік. Қамырына жылы сүтімізді және де сұйық майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Және де жұмыртқамызды біреуін толық салып, екіншісінің тек қана сарысын ғана саламыз. Ағын бөлек алып алыңыздар. Ағын басқа нәрсеге қолданамыз, қазір қойып қойыңыздар, тастамаңыздар. Және де уксусымызды құямыз үстіне, араластырып жібереміз кішкене. Тұзымызды, шым-шым тұзымызды саламыз. Барлық қоспаның қандай мөлшерде екенін описанияға жазып қоятын боламын. Енді електен міндетті түрде өткізіп, ұнымызды салып шығамыз. Жақсылап қамырымызды илейміз. Мінекей қамырымыз барлығын илеп болдық. Өте жұмсақ, әрі қолға қатты жабыспайды. Енді осы қамырымызды жақсылап июі қануы үшін сыртын ойрап қойыңыздар. Салфанға осылай салып, жарты сағатқа қойып қойыңыздар. Енді салмасын дайындайық. Бізге жер жаңғақ пен грек жаңғағы керек. Тек қана біреуін қолдансаңыздар да болады. Бұны жақсылап сіздерде блендер болса, содан өткізсеңіздер оңайырақ болады. Менде ол болмағандықтан осылай алдымен пышақтың көмегімен осылай ұрғылап алдым, одан кейін кішкене ірілерін турап алдым, сонымен осылай майдаладым. Жаңағы енді жұмыртқамыздың ағын құйып шығыңыздар, жетпесе тағы құйыңыздар жаңғақтарыңызға. Осылай араластырып дайындап қоямыз. Қамырымызды алып, мен 5 бөлікке бөлдім. Одан да кішкентайлау етсеңіздер болады. Мен әр бөлігін жаятын боламыз. Сондықтан өздеріңіз қараңыздар. Үлкен-үлкен етіп жайсаңыздар да болады. Мен 5 бөлікке бөліп, қайтадан осылай пакетімізге салып тындырып қоямыз. Тағы 10-15 минут. Қамырымыз тынғанша ыстық тағамға кірісейік. Тартылған тауық етін осылай табада қуырып аламыз. Үстіне пиязымызды салып қуырамыз жақсылап. Дәміне қарай тұзымызды, бұрышымызды салып араластырып жібереміз. Етіміз кішкене піскенше салатымызды дайындайық. Бізге капуста, яғни орам жапырақ, сәбіз, қияр қажет. Барлығын ұзынша етіп турап аламыз. Қиярымызды қолмен тураймыз, ал сәбізімізді теркадан өткіземіз. Мінекей сәбізімізді теркадан өткіздік. Енді капуста мен сәбізді осылай қолмен мұжылап шығыңыздар, сонда жұмсарып сөл шығатын болады. Үстіне қиярымызды тураймыз сопақша етіп. Дәміне қарай тұзымызды сеуіп, керегінше майонезімізді қосып араластырып аламыз. Мінекей салатымыз дайын, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Енді тағамымызға кірісейік. Картопты алдын ала мен суда қайнатып алдым. Одан кейін осылай тұзын салып, қайнаған суына құйсам, әдемі дәм береді. Осылай жұмсартып пюре жасап аламыз. Енді духовкада пісіретін формамызға жаңағы пісірілген тартылған етімізді саламыз пиязбен. Жақсылап төсеп шығамыз астыңғы бетіне. Одан соң пюремізді салып, жайып шығатын боламыз тегістеп.
Мінекей тегістеп пюремізді жайып шыққаннан кейін үстіне жұқалап қызанағымызды турап әдемілеп қойып шығамыз. Енді үстіне сырымызды осылай теркадан өткізіп, жайып шығамыз. Мен бір нәрсені ұмытып кетіппін. Пюре мен еттің ортасына майонез кішкене жағып жіберсеңіздер, одан да дәмі күшті болып шығады. Бірақ бұлай да өте дәмді болып шықты. Енді ең бетіне 2 жұмыртқаны жақсылап араластырып, бетіне құйып шықтым. Қызып тұрған пеште 180 градуста 25-30 минуттай пісіріп аламын. Қарап тұрасыздар, әркім пеші әртүрлі, тез пісуі де мүмкін. Енді пақлавамыздың қамырын жая бастаймыз. Біреуін алып, осылай әдемілеп жайып шығамыз. Ұнды қолдануға болады. Міне қараңыздар, жұп-жұқа етіп жайып шықтым. Сосын кейін осылай оқтауымызға орап, видеодағыдай 2 шетін жиырамыз. Сосын барып, бір шетінен шығарып аламыз оқтаудан. Енді біртіндеп жиырылғанды қатты жазып алмай ажыратамыз. Міне қараңыздар, видеодағыдай қатты тартып қалып жыртып жүрмеңіздер қамырды. Жайлап, жиырылған жерін абайлап осылай шығарасыз. Қамырымызды жазып алғаннан кейін бір қасықтай жаңағы дайындап қойған жаңғақтарымызды салып шығамыз. Арасында кішкене 1-2 миллиметрде қалдырамыз. Сосын 2 шетін осылай жауып бекітеміз де 2 жаңғақтың 2 шетін қысамыз. Кесіп шықтық, одан кейін қолмен бекітіп шығамыз. Оңға қаратсаңыздар, әдемі қалпы шығады. Мына қатпарлы жағы теріс бетінде тұрады. Соны оң қаратып, пісіретін духовкамыздың формасына салып шығамыз. Мінекей екінші қамырымды жайып жатырмын. Міндетті түрде біріншісінде шықпаса, екіншісінде қолдарыңыз үйреніп, әдемі шығатын болады. Сондықтан біріншісінде шықпады екен деп қорықпаңыздар. Мінекей екінші қамырым оңай алынып жатыр. Осылай жазып аламыз. Жиырылған жерлерін қатты ашып тастамаңыздар. Сонда пісірген қамырымыз әдемі көрінетін болады. Осылай жиырылған күйі тұрады. Шетін ғана осылай кішкене жазасыздар, өйткені қазір жабуымыз керек жаңғақтың бетін. Жаңғақты әдемілеп салып шығыңыздар. Сосын 2 шетін жауып әдемілеп түйе береміз. Осылай 2 шетін міндетті түрде қысып қойыңыздар. Тағы да ашылып кетіп, жаңғақтар шашылып қалып жүрмесін. Шетін қысып қойыңыздар және томпиып әдемі болып пісетін болады. Қатпарлы болып. Қамырымыз өте жұмсақ. Енді осы баклаваларымызды формамызға әдемілеп орналастырып, бетіне ерітілген сары майды жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 35-40 минуттай пісіріп алатын боламыз. Мінекей біздің тағамымыз пісіп шықты. Картопымыз өте дәмді болып шығады, ерекше балаларға да ұнайды. Осылай жасап көріңіздер, картоп ерекше дәмді болып шығады. Осылай кесіп, тәрелкеге салып жей бересіздер. Енді баклавамыздың үстіне құятын сиропымызды дайындайық. Таза салқын суымызға үстіне қантымызды салып, жақсылап қайнатамыз. Енді оның үстіне кішкене жарты лимонымызды сығып суын құйып, өзінде тастай саласыздар, жақсылап араластырамыз. Біраз уақыт қайнап, кішкене өзі керемет дәмге енеді. Мінекей баклавамыз пісіп шықты. Ыстық күйінде ыстық сиропымызды бетіне құйып шығатын боламыз.
Бұны паклава деп те атайды, немесе мини баклава деп те атайды. Сондықтан екеуі де дұрыс, өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер, оңай рецепті. Және де оның үстіне осындай фисташковый паста жағып жедік. Ол да әдемі дәм береді екен. Өз еріктеріңіз осылай да ұсына берсеңіздер болады. Мінекей қараңыздар, ішін кесіп көрсетейін. Өте тола жаңғақ, дәмі деген керемет, қамыры жұмсақ. Жасап көріңіздер, шаймен енді жақсы кетеді. Салатымызды да әдемілеп осындай ыдысымызға, тарелкамызге салып қоямыз. Мінекей достар, менің ауызашардың 18-ші мәзірім осымен дайын. Ыстық тағамымызға тауық етімен картоп духовкада пісірілген. Және де түрік тәттісі мини баклава, паклава десек те болады. Және де дәмді болып шығатын оңай жасалатын салат. Видеоны соңына дейін менімен бірге болып көргендеріңізге көп рахмет. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар, комментарий жаза кетіңіздер, лайк баса кетіңіз. Көп рахмет сіздерге. Сіздермен болған Алтынай. Сау болыңыздар.